21 хадис. Мейірімсіздіктің шегі немесе тас жүректі әйел. Абдуллах бен Омардан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай дейді: бір әйел бір мысықтың себебінен азапқа душар болады. Мысықты өлгенінше торға қамағандығынан тозаққа түсті. Мысықты торға қамап, ішіп жейтін ештеңе бермеген, тіпті жердің өнімінен де ештеңе бермеген. Хадиске түсініктеме: мысықтың себебінен азапқа душар болған әйелдің мұсылман ба, әлде мұсылман емес пе? Бұл жайлы ғалымдар ортақ пікірге келмеген. Имам Науаи: мұсылман әйел ол мысықтың себебімен тозаққа түскен десе, кейбіреулер ол кәпір әйел, ол мейірімсіздіктің себебімен тозаққа түскен дейді. Бұл хадистан мысық өлтірудің арам екендігін білуге болады. Сондай-ақ мұнда мысықты тамақтандыру керектігін де ұғамыз. Жануарларға мейірім көрсету ол да біздің не міндетіміз. Осы сияқты бір әйел аяқ киімімен жөлдеген итке құдықтан су алып беру арқылы жұмаққа, ал оның мейірімсіздігі тозаққа жетелейтін қасиет екенін ұмытпағанымыз жөн. Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, мейірімділік көрсетпегенге мейірім көрсетілмейді деген. Тағы бір хадисінде жер бетіндегілерге мейірім көрсетіңдер деп, үмбетін барша жаратылыс атаулыға мейірім көрсетуге шақырған. Табысқа жету немесе одан жұрдай болу, құрметке бөлену, әлде абыройдан айырылу адам өмірінде кездесетін жағдай. Ал мұсылманның ең үлкен табысы Аллахтың разылығына бөленіп жұмаққа кіру. Сондай-ақ барлық нәрседен жұрдай болу пайғамбарымыздың былай деп айтқан екі нәрсесі арқылы болмақ. Жұмақ сендерге аяқ киімнің бауынан да жақын болса, тозақ та дәл солай жақын.